Сәлеметсіздерме? Жалабай ауылының негізгі мектебінің физика пәні мұғалімі Әмірғазина Толқын Мұқатовна. 7 сынып физика энергия түрлері тақырыбында. Негізгі сабақтың мақсаты механикалық энергияның екі түрлерін атау, потенциалдық, кинетикалық. Кинетикалық энергияның формуласын қолдану, жер бетіндегі жақын арақашықтықта да потенциалдық энергия үшін формуласын пайдалануды үйренеміз. Энергиясыз ештеңе ешқашан өзгермес еді. Тіпті еш нәрсе болмас деді. 5, 4, 3, 2, 1. Fire in the hole. Энергия объектілерге қозғалуға немесе өзгеруге мүмкіндік береді. Температураның, пішіннің және агрегаттық күйдің де өзгеруі энергияға тәуелді. Кез келген оқиға энергия өзгерісін білдіреді. Энергия басқа бір түрге өтеді. Мысалы, генератор механикалық энергияны электроэнергиясына түрлендіреді. Ал ваннадағы ыстық су адам денесін жылытқанда энергия орнын ауыстырады. Энергияның көптеген түрлері бар. Олардың барлығы джоульмен өлшенеді. Іс жүзінде энергия дегеніміз бұл жұмыс жасау мүмкіндігі. Бізде жылу, дыбыс, жарық және электроэнергиясы бар. Біз үшін әрине ең маңыздысы жылу энергиясы. Біз энергияны алуан түрлі тағамдардан аламыз, және ол бізге жылынуға, денеміздің қозғалуына, бұлшық еттеріміздің жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Энергия беруші азық-түліксіз біздің қимыл қозғалысымыз мүмкін болмас еді. Энергия бізге тыныс алудан бастап, денеміздің бар мүмкіндігін пайдалануға жағдай жасайды. Балалар, алғаш рет ғылымға энергия терминін енгізген кім екенін білесіздер ме? Олай болса таңсыз болыңыздар. 1807 жылы энергия терминін алғаш рет ғылымға енгізген Томас Юнг грек тілінен аударғанда қозғалыс деген ұғымды білдіреді. Энергия сөзін күнделікті өмірде жиі пайдаланамыз. Мысалға, көп жұмыс істейтін адамды энергиясы мол, қуаты күшті екен деп те айтып өтеміз. Келесі бейнематериал энергия жайында болмақ. Үстел үстінде жатқан кітаптың потенциалдық энергиясы 4 джоульге тең. Ал біз оны еденге қойған уақытта, оның энергиясы 0 джоульге тең болады. Біз кітапты екінші қабаттан бірінші қабатқа көшірген уақытта, кітап энергиясы қалай өзгереді? Логика тұрғысынан энергия мәні теріс болатынға ұқсайды. Бірақ осыған қарамастан, үйдің бірінші қабатында тұратын адам, оның үстіндегі бөлменің еденінде жатқан кітап энергиясын 0 емес, 12,5 джоульге тең және кітап үстелде жатқан уақытта оның энергиясы 16,5 джоульге тең деп есептейді. Кімдікі дұрыс? Бұл маңызды емес, себебі практикада бізді оның энергиясының шамасы емес, осы дененің потенциалдық энергиясының өзгерісі ғана қызықтырады. Көріп отырғанымыздай, екі бақылаушы да кітапты еденнен үстелге қоя отырып, оның энергиясын 4 джоульге арттырамыз деген ортақ пікірге ие. Кейде минималды деңгей ретінде еден деңгейін, ал кейде теңіз деңгейін есептеу ыңғайлы болып табылады. Біз серіппені сыққанда немесе созғанда белгілі бір жұмыс атқарамыз.
жұмыс серпімді потенциалдық энергияның өзгеру есебінен жүзеге асады. Серіппе сығылғанда өзінің серпімді потенциалдық энергиясын допқа береді. Соның нәтижесінде доп қандай да бір биіктікке көтеріліп, потенциалдық энергияға ие болады. Доп серіппенің потенциалдық энергиясынан артық энергияға ие бола алмайды. Мына банджи джампинг аттракционындағы секіруші белгілі бір биіктіктен секіргенде, оның потенциалдық энергиясы азаятта, созылған арқанның потенциалдық энергиясы керісінше артады. Арқанның серпімділік қасиетін біле отырып, оның белгілі бір ұзындыққа созылғандағы ие болатын потенциалдық энергиясын анықтауға болады. Секіру кезінде секірушінің потенциалдық энергиясы белгілі бір мөлшерге кемейді. Егер секірушінің массасы белгілі болса, онда кеміген энергияның мөлшерін оңай табуға болады. Секірушінің массасы үлкен болса, оның потенциалдық энергиясы да көп болады. Яғни бұл оның үлкен қашықтыққа дейін, тіпті жерге де жете алатынын білдіреді. Сондықтан да секірушілер секірмес бұрын міндетті түрде таразыға тартылып, массасын анықтатуы керек. Сызғышты майыстырған уақытта жасалатын жұмыстың арқасында серпімді деформацияның потенциалдық энергиясы деп аталатын энергияның белгілі мөлшері пайда болады. Садақты созу кезінде орындалатын жұмыста серпімді деформацияның потенциалдық энергиясының жиналуына әкеледі. Бұл энергия кейіннен жебені ату үшін пайдаланылады. Серпімді деформацияның потенциалдық энергиясы осы энергияны жинақтау мақсатында жасалған жұмысқа тең. Бұл энергияны есептеу денені белгілі бір биіктікке көтеру кезіндегі энергияны есептеу сияқты оңай емес. Себебі, әсер етуші күш өзінің шамасын өзгертіп отырады. Садақты керу кезінде жасалынатын жұмысты, үстелде жатқан шынжырды көтеру кезінде жасалынатын жұмысты есептеуге ұқсас тәсілмен есептеуге болады. Шынжырдың бір бөлігін көтеру үшін белгілі жұмысты жасау қажет. Қолды бұрынғымен салыстырғанда 2 есе жоғары тұрған нүктеге көтеру үшін бізге 4 есе артық жұмыс жасау қажет. Себебі, енді төменге асылып тұрған шынжыр бөлігі 2 есе артық салмаққа ие, және оның ауырлық центрі бұрынғымен салыстырғанда 2 есе жоғары орналасқан. Сонымен, 2 есе артық керілетін садақ 4 есе артық жұмысты орындауды талап етеді. Кітапты жерден көтеріп, оны столға қою үшін белгілі бір мөлшерде жұмыс жасалады. Осылайша кітап шамасы жағынан жасалған жұмысқа тең энергия мөлшеріне ие болады. Дәл осы столдың үстінде жатқан басқа кітаптың да дәл осындай энергиясы бар ма? Бұны осы кітаптардың әрқайсысын столдан жерге тастау арқылы тексеріп көруімізге болады. Столдың үстіндегі кез келген денені жерге тастауға болады. Осылайша әрбір дененің жер бетіндегі биіктігімен байланысты энергиясы болады. Біз оны потенциалды энергия деп атаймыз. Потенциалды энергия денені белгілі бір биіктікке орналастыруға кететін жұмыс мөлшеріне тең. Сондықтан оны П дененің салмағын дененің тұрған H биіктігіне көбейту арқылы есептеуге болады. Дененің салмағы оның массасын еркін түсу үдеуіне көбейту арқылы анықталатынын ескерсек, ЕП тең mgh деген формула аламыз. Арнайы жылжымалы блоктың көмегімен массасы 2 килограмм болатын денені төмен түсіру арқылы 4 килограмм денені жоғары көтере аламыз. Бір қарағанда, біз жеңіл дененің потенциалдық энергиясын азайту арқылы ауырырақ денеге көбірек потенциалдық энергия бере алатын сияқтымыз. Алайда 4 килограмм денені 1,5 метр биіктікке көтеру үшін біз жеңіл денені 3 метрге түсіруіміз керек. Бұл жағдайда бірінші дене 120 джоульге тең энергия алады, ал басқа дене өзінің 120 джоуль энергиясын жоғалтады. Бұл энергия жоғалмайды және жоқтан бар болмайды. Жай ғана бір денеден екінші денеге өтеді. Арнайы жылжымалы блоктың көмегімен массасы 2 килограмм болатын денені төмен түсіру арқылы 4 килограмм денені жоғары көтере аламыз. Бір қарағанда, біз жеңіл дененің потенциалдық энергиясын азайту арқылы ауырырақ денеге көбірек потенциалдық энергия бере алатын сияқтымыз. Алайда 4 килограмм денені 1,5 метр биіктікке көтеру үшін біз жеңіл денені 3 метрге түсіруіміз керек. Бұл жағдайда бірінші дене 120 джоульге тең энергия алады, ал басқа дене өзінің 120 джоуль энергиясын жоғалтады. Бұл энергия жоғалмайды және жоқтан бар болмайды. Жай ғана бір денеден екінші денеге өтеді. Суды жоғарыда орналасқан резервуарға айдау арқылы біз оның потенциалдық энергиясын арттырамыз. Керек кезде біз
жиналған энергияны суды төмен қарай жіберу арқылы қолдана аламыз. Су электростанция арқылы қозғалған кезде өзінің потенциалдық энергиясын mgh-қа кемітеді. Мұндағы m оның массасы, ал h судың орналасқан биіктігі. Дененің потенциалдық энергиясын пайдалану үшін біз оған төменірек деңгейге құлауға мүмкіндік беруіміз керек. Біз таудағы өзен суының потенциалдық энергиясын қолдана алмаймыз. Егерде оған оның астында тұрған резервуарға ағуға мүмкіндік берсек, ол мүмкін болады. Балалар, мынау жаңағы көрген видеодан енді сіздер естеріңізде не қалды? Мына сұрақтарға жауап берейік. Энергия дегеніміз не? Керемет. Ары қарай, сіз қандай механикалық энергияны білесіз? Жақсы. Потенциалдық энергия, потенциалдық энергияның формуласы. Жақсы. Қандай денелер кинетикалық энергия болады? Өте жақсы. Ары қарай, кинетикалық энергияның формуласын жазамыз. Ал балалар, енді мінекей потенциалдық кинетикалық энергияның формулаларымен таныстық. Формуланы енді есеп шығаруда қолданайық. 681 есептен бастап 687 есепке шейін есептер жинағындағы кітаптағы есептерді шығарамыз. Ал балалар, бүгін біз механикалық энергияның түрлерімен таныстық, оларды салыстырдық. Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия формулаларын есеп шығарғанда қолдана алдық. Ал енді балалар, сау болыңыздар.